Бүгін енді есімен сіңілісінің сырласу шайы болып жатыр ғой. Күшті әңгімелер айтып жатырмыз. Гүлнұрдың өмірі бір кітаптық өмірі ғой. Біздің қазақтың қыздары бар ғой, кітаппыз ғой, бір роман. Кино бар ғой, бізге сценарийге де жоқ, режиссерге жоқ. Өзіміз сценарист, өзіміз режиссер. Әрбір қазақтың қызында ғой, мықты қыздарды алып қарасаң бір кино, бір кітап. Ашылмаған дастан ғой біздің қыздар. Алла тағала қазақтың қыздарын бар ғой, дүниеге бүйтіп шыр еткізіп біздің еміз салғанда ғой, шыдам, сабыр, иман, білмеймін, бүкіл осы жер бетіндегі әйелдердің бар ғой, бір әдемі бөлшегін, шыдам деген бөлшекті бізге салып қойған ғой, бүйтіп ұрығын. Ал енді Гүлнұр ханым мінекей біздің игілік журналына қыз болып тұрғай. Сыр елінің сұлуы, 4 баланың анасы, үлкен әулеттің жағып отырған біздің керемет сіңліміз Кебова Гүлнар Төлебекқызы игілік журналына шықты. Алдағы уақытта біздің марапатымызға келеді, құрмет иесінің кітабына шығып жатыр, марапаттап жатырмыз. Нағыз марапатқа лайықты қыздар болсақтар. Бір әулеттің шырағын жағып, бір әулетті байытқан қыздар деп. Мен үнемі осы сөзді айтқанда, неге байтады екен қазақтың қыздар деп дауласып отырасыз, дауласпаңыздар. Несібесі бар қыз үйіңізге келетін болса, бай болудың, дәулетті болудың көкесін көрсететін қыздар. Несібе әйел адамдан келеді. Сондықтан да байытып жатқан келіндерге бата беріп, тып-тыныш отырыңыздар. Ары қарай гүлдене бересіздер.